Сәлем заманастар, бұл заманмен YouTube каналы. Бүгінгі тақырыпта студент бола тұра тігін шеберханасын қалай аштым. Бірінші сұрақ, тігін ісін қалай меңгеріп алдым? Ең бірінші және ең үлкен себеп бұл менің анам. Анамның тігінге деген қолының бейімі келеді. Қаламызда анам кішігірім киім жөндеу бөлмесін ашып, ремонт одежды қызметін атқара бастады. Қарағандыда оқуға жүрген кезде маған тапсырыс беріп отыратын фурнитуралар және де басқа да сол тігінге байланысты қажетті нәрселерді сатып алуға. Тігінге қатысты көптеген дүкендерге кіріп шығып, біраз нәрселерді адым-адыммен меңгере бастадым. Тігін ісін меңгеру барысында өндірістік техникаларды көрдім. Сол техникалар не үшін керек деген сұрақ туды. Сатушылардың мазасын алатын. Мына техника не үшін керек? Біраз техникаларды не үшін қажет екенін меңгеріп, тігін шеберханасына ең қажетті минимум деген өзімдік бір список құрдым. Сол кезде жүріп, менің ойымда тігін шеберханасын ашу деген ой пайда болды. Бірақ бұның барлығы арман деңгейінде ғана болатын. Екінші сұрақ, ақшаны қайдан алдым? Бізді туған қалаға университеттен практикаға жіберген. Сол кезде WhatsApp-қа бірнеше хабарлама келді. Бірінші маған анам жіберді, бір конкурс болып жатыр екен, және тағы да бір кісіден келді конкурс туралы. Ол конкурсқа назар аудардым. Список бар екен, арнайы бір документтер, өзінің документтері бар, бір 10 шақты. Сол документтерді тез арада жинап, бұл конкурсты ұйымдастырып жатқан ұйымның почтасына жіберу керек болды. Ең қиыны бұл бизнес план жасау болды. Бірақ бизнес план менің ойымда дайын болды деуге болады. Себебі сол Қарағандыда жүрген кезде біраз нәрселерді тігінге байланысты ақпараттың барлығын жинап алған болатын. Қандай машинкалар керек, олардың бағалары қанша, және оларды не үшін қолдану керек. Телефон арқылы жаңағындай бизнес планын құрып, 9-10 шақты құжаттардың барлығын жинап, почталарына жіберген. Бұл конкурстың жеңімпаздарының бірі болдым, және бізге 1 миллион 870 мың теңге сыйақы берілген. Бұл сома қолға ұстатылмады. Конкурстың ережесіне байланысты техниканы сатып алдық. Сол техниканың сомасын сол ақша арқылы төлеген болатынбыз. Жасалған тауарларды қалай саттық? Қандай нишаға бағыт аламыз деген сұрақ туды. Ең алғашқы эксперимент ретінде жасалған бұл футболка болатын. Футболка бұл casual стиль, яғни күнделікті стиль. Сол стильді таңдадық. Яғни футболка, трико, свитшот, толстовка, худи сияқты трикотаждан жасалған киімдер. Және біздің қандай фишкамыз болады деген ой келді. Киімімізге белгілі бір сурет салу. Кестелеп, яғни вышивка арқылы жасауды меңгердік. Сол арқылы киімге белгілі бір суреттерді кестелеп тігіп, яғни тапсырыс берушінің қалауынша киім тігіп, және оған тапсырыс беруші адамның ойындағы суретті немесе сөзді кестелеп тігіп беретінбіз. Тауарды біз Instagram арқылы сататынбыз, яғни Instagram арнайы аккаунт ашып, оның атын заманмен деп қойдық. Сол арқылы күнделікті жасап жатқан шаруамызды сториске салып отырдық. Жасалған тауарды қолдан келгенше суретке түсіп, әсемдеп постқа шығарып отыратынбыз. Сөйтіп, біздің подписчиктеріміздің саны артып отырды. Және күнделікті сторис түсіріп отырғандықтан оқырмандармен белгілі бір сенім пайда болды. Олармен бір кері байланыс болып отырды. Сол арқылы бізге тапсырыс келіп отыратын. Себебі біздің тігін шеберханамыздың орны қаланың ортасында болмайтын, қаланың шетінде болатын.
Құжаттарды қалай реттедік? Ең бірінші мен өзімнің атыма ИП аштым. Кейін уақыт өте мен ТО туралы ақпарат жинап, ТО-ның ИП-ға қарағанда артықшылықтарын көрдім. Қатты артықшылықтар көп деп айтпаймын, бірақ тек қана бір ғана артықшылығы маған ұнады. Егер де бір проблемалар болатын болса, адамның өзінің жеке банктағы счеттары блокқа түсіп қалмайды. Жоқ, сондықтан мен ТО-ның құжаттарын реттедім. Бірақ өкінішке орай ТО туралы еш нәрсе білмегеннен кейін білетін адамдарды іздеп, таныс адам маған ТО-ны жасап берді. Оған 50 000 теңгені төлеп, бірақ ақыр соңында бұдан төмен бағада бұл ТО-ны жасауға болады екеніне кейін білдім. Фейл, яғни мен өзімнің қателігім болды. Кәсіп болғаннан кейін көптеген қателіктер жасайсың, және оны кейін уақыт өткеннен кейін ғана түсінесің. Бір жақсы сөз бар. Қателеспейтін адам ол ештеңе жасамайтын адам. Сондықтан қолдан келгенше әрекет етіп жасаймыз. Ал қателіктер болса, енді сол қателіктен қорытынды нәтиже алып, және оны келешекте қайталамайтындай өзімізге бір тәжірибе аламыз. Міне осылайша студент бола отырып, тігін шеберханасын бір емес бірнеше адам болып бірігіп ашып, әлі күнге дейін бұл шеберхананы дамытып келе жатырмыз. Бәріне сәттілік, заманмен бірге болыңдар.